Маған қазір өте мұқият құлақ ашыңыз. Өйткені дәл қазір айтатын нәрсем сізді мүгедектер арбасына тәуелді болып қалу қаупінен сақтап қалуы мүмкін. Біз әдетте қан қысымымызды бақылауға үйренгенбіз. Қандағы қантты тексереміз, жүрек ұстамасынан қорқамыз. Бірақ бір маңызды нәрсені мүлде ұмытып кетеміз. Біз тура сол нәрсенің үстінде тұрып жүрміз. Мен аяқтарымыз туралы айтып тұрмын. Сіз білесіз бе, 60 жастан кейін қан айналымының нашарлауы құлап қалу қаупін 3 есе арттырады. Ал бұл жаста құлау көбінесе жамбас сүйегінің сынуына әкеледі. Ал ол өмір сапасының күрт төмендетуі мүмкін. Бірақ бір қызық нәрсе бар. Ресми медицина көп жағдайда бұл туралы ашық айта бермейді. Бір қарапайым сусын бар. Ол қан тамырларының жұмысын бірнеше сағаттың ішінде белсендіруге көмектесуі мүмкін. Апталар емес, айлар емес, кейде бірнеше сағат жеткілікті. Бүгін мен сізге бір күннің ішінде ағзаңыздан не өзгеретінін қадам-қадаммен түсіндіріп беремін. Сіз аяқтарыңызда қайтадан жылу пайда болғанын сезе аласыз. Ауырлық сезімі азая бастайды, ұйықталу сирей бастайды. Мен сіздер үшін 10 түрлі сусыннан тұратын адал рейтинг жасадым. Ең әлсіз әсер ететіндерден бастап, ең тиімдісіне дейін. Ал тізімнің соңында қан тамырларын шамамен 30%-ға дейін кеңейтуге көмектесетін нағыз көшбасшы бар. Бұл 30% еркін жүріп тұру мен әр қадам сайын қиналу арасындағы үлкен айырмашылық. Ең таңғаларлығы, бұл сусын сіздің тоңазытқышыңызда қазірдің өзінде болуы мүмкін. Бірақ көп адамдар оны дұрыс қолданбайды. Бірақ оған дейін бір қарапайым, бірақ маңызды нәрсе. Егер сіз өз денсаулығыңызға шын мәнінде мән берсеңіз, және кейде қарапайым емханаларда айтыла бермейтін пайдалы ақпаратты білгіңіз келсе, каналға жазылып қойыңыз. Біз мұнда артық жарнамасыз, қарапайым, түсінікті тілмен пайдалы нәрселерді талқылаймыз. Ал енді негізгі тақырыпқа өтейік. Алдымен ағзада не болып жатқанын қарапайым тілмен түсініп алайық. 60 жастан кейін қан тамырлары азот оксид деп аталатын затты шамамен 70%-ға аз өндіре бастайды. Бұл өте маңызды көрсеткіш. Азот оксиді қан тамырларын босаңсытып, оларды кеңейтуге көмектесетін табиғи молекула. Ол ағзада табиғи түрде түзіледі. Егер бұл зат азайса, қан тамырлары тарылып, қатты болып кетеді. Оларды кейде суықта қатайып қалған ескі резеңке шлангқа ұқсатуға болады. Мұндай жағдайда қан аяқтың ұшына дейін еркін жетпейді. Бұл жай ғана аяқтың тоңуы емес. Бұл ағзаның қан айналымы әлсірей бастағанның сигналы болуы мүмкін. Қан айналымы баяулағанда бұлшықеттерге оттегі аз барады. Жүйке ұштары әлсірейді. Ал тар тамырлардың ішінде ұсақ үйінділер жинала бастайды. Сіз оларды сезбеуіңіз мүмкін. Олар ауырмайды, бірақ уақыт өте келе жинақтала береді. Сондықтан мен сізден сұрағым келеді. Түсініктемеде жазыңыз. Аяқ саусақтарыңыз жиі үйіп қала ма? Түнде аяқтарыңыз тартылып қала ма? Көрейік, бұл мәселе қанша адамда бар екен? Көп адамдарға мұндай жағдайда жай ғана аспирин ішіңіз, немесе көбірек жүріңіз деп айтады. Бірақ бұл көбіне мәселенің түпкі себебін шешпейді. Бұл тар құбыр арқылы су айдағанмен бірдей. Алдымен құбырды кеңейту керек. Ал мұны ағзаның биохимиялық процестері арқылы жасауға болады. Кейбір табиғи өнімдер ағзада азот оксидінің түзілуіне көмектеседі. Бұл зат қанға түскен кезде қан тамырлары бірнеше минут ішінде босаңси бастайды. Қан айналым жүйесі тар көшеден кең жолға айналғандай болады. Нәтижесінде аяқтардағы қан айналымы бір күннің ішінде 50-60%-ға дейін жақсаруы мүмкін. Аяқтағы ауырлық біртіндеп азаяды, аяқ жылы бола бастайды. Бірақ бір маңызды нәрсені ұмытпаңыз. Дүкендегі кез келген шырын мұндай әсер бермейді. Мен бұл тақырыпты жарты жыл зерттедім. Ғылыми зерттеулерді қарадым. Мамандардың пікірлерін талдадым. Әртүрлі сусындарды салыстырдым. Енді сол рейтингті ең әлсізінен бастап қарастырайық. 10-шы орын қарапайым су. Су ішу өте маңызды. Ағза сусызданса, қан қоюланады. Жүрекке оны айдау қиындайды. Бірақ тек су ғана 60 жастан асқан адамдарда қан тамырларын айтарлықтай кеңейте алмайды. Зерттеулер көрсеткендей, су қан айналымын шамамен 8% ғана жақсартады. Бұл жаман емес, бірақ азот оксиді тапшылығы 70% болған кезде бұл жеткіліксіз.
Су қозғалтқыштағы май сияқты. Ол жүйенің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі, бірақ қуатты арттырмайды. Сондықтан күніне жеткілікті су ішіңіз, бірақ тек содан ғана үлкен өзгеріс күтпеңіз. Бағасы 10 балдың ішінде 2 балл. Бұл жай ғана қажетті минимум. 9-шы орын жасыл шай. Оның пайдасы туралы көп айтылады. Онда антиоксиданттар мен катехиндер бар. Бұл заттар қан тамырларының жағдайына жақсы әсер етуі мүмкін. Бірақ екі маңызды мәселе бар. Біріншіден, әсері баяу. Нәтижені байқау үшін оны бірнеше ай бойы тұрақты ішу керек. Екіншіден, кофеин. Кейбір адамдарда кофеин керісінше қан тамырларын тарылтуы мүмкін. Тағы бір жиі кездесетін қате шайды дұрыс демдемеу. Көп адам жасыл шайға қайнаған су құяды, ал ол шамамен 70 градус температураны жақсы көреді. Қайнаған су оның пайдалы қасиеттерінің бір бөлігін жояды. Сондықтан жасыл шай пайдалы, бірақ аяқтағы қан айналымын жылдам жақсарту үшін өте баяу әсер етеді. Бағасы 10 балдың ішінде 3 балл. Мен әрі қарай мұқият тыңдаңыз, себебі біз ең маңызды жерге келдік. Мен қызылша шырынын бірінші орынға қойдым. Бірақ егер сіз қазір бірден шырын сыққышты алып, қызылшаны сығып, стаканға құйып, бірден ішіп жіберсеңіз, үлкен қателік жасайсыз. Мен басында айттым, көп адам оны дұрыс ішпейді. Қызылша шырыны жай ғана сусын емес. Бұл өте күшті табиғи құрам. Егер сіз оны сығып алғаннан кейін бірден ішсеңіз, ағзада жайсыз реакция пайда болуы мүмкін. Кей адамдарда жүрек айнуы немесе тамырлардың қысылуы байқалуы мүмкін. Сондықтан қызылша шырынына уақыт беру керек. Бұл өте қарапайым нәрсе. Жаңа сығылған шырында ұшпа қосылыстар болады. Олар алдымен ауаға тарауы керек. Сондықтан шырынды ашық ыдысқа құйып, тоңазытқышта кем дегенде 2 сағат, мүмкін болса 3 сағат ұстап қойыңыз. Тек содан кейін ғана оны ішуге болады. Сонда ол асқазанға ауыр болмайды, және ағза оны әлдеқайда жақсы қабылдайды. Енді көп адам қорқатын тағы бір тақырыпқа тоқталайық. Қызылшадағы оқшалаттар. Кейбір адамдарда бүйрекке байланысты мәселелер болса, қызылша шамадан тыс қолданғанда қолайсыздық тудыруы мүмкін. Бірақ бұл тәуекелді айтарлықтай азайтатын қарапайым тәсіл бар. Қызылша шырынына бірнеше тамшы лимон шырынын қосыңыз, немесе оны алма шырынымен араластырыңыз. Қышқыл орта оксалаттардың әсерін әлсіретеді және нитраттардың ағзада жақсы сіңуіне көмектеседі. Тағы бір маңызды кеңес: егер өз бақшаңызда қызылша өссе, жапырағын ешқашан тастамаңыз. Көп адам білмейді, бірақ қызылша жапырағында нитраттар тамырынан да көп болады. Егер шырын дайындағанда бірнеше жапырағын қоссаңыз, пайдалы әсері 2 есе күшеюі мүмкін. Қазір пікірге жазыңыз. Сіз бұрын қызылша шырынын бірден ішетін бе едіңіз, әлде тоңазытқышта ұстап көрдіңіз бе? Бұл шынымен маңызды. Енді бір қызық нәрсені түсінейік. Неге кей адамдар қызылша ішкеннен кейін іште жайсыздық сезінеді? Себебі олар оны жалғыз ішеді. Ал дұрыс тәсіл өнімдерді біріктіру. Мысалы, егер қызылша шырыны сіздің негізгі тірегіңіз болса, онда рукола мен каркаде оны толықтыратын элементтер. Мен өзім қолданатын бір қарапайым комбинация бар. Жарты стакан тоңазытқышта тұрған қызылша шырынын алыңыз. Оған каркаде шайын қосыңыз. Бұл өте қызық үйлесім. Каркаде тамырлардың ішкі қабатын қолдайды, ал қызылша ағзаға қажетті заттарды береді. Көп адам бұл комбинацияны қолданғаннан кейін аяқтағы ауырлық азайғанын және жеңілдік пайда болғанын айтады. Егер сізде өзіңізді сергек сезінгіңіз келсе, бұл тәсілді байқап көруге болады. Енді өте маңызды бөлімге келдік. Көп адам дәл осы жерде қателеседі. Мен сізге 5 негізгі қателік туралы айтып беремін. Бұл қателіктердің кесірінен адамдар нәтиже көрмейді. Бірінші қателік: шырынды тамақпен бірге ішу. Бұл дұрыс тәсіл емес. Егер сіз шырынды ботқамен немесе басқа тағаммен бірге ішсеңіз, ағза оны толық пайдалана алмайды. Сондықтан шырынды таңертең аш қарынға, тамақтан 30 минут бұрын ішкен дұрыс. Екінші қателік: ауыз шаятын химиялық сұйықтықтарды қолдану. Бұл көп адам күтпеген нәрсе. Ағзадағы нитраттардың пайдалы процесі тілдегі бактериялардың көмегімен жүреді. Ал күшті антисептикалық шайғыштар осы бактерияларды жойып жібереді. Сондықтан бұл процесс бұзылады. Үшінші қателік: бірден нәтиже күту. Аяқтағы жылулық бірнеше сағаттан кейін сезілуі мүмкін. Бірақ ағза толық бейімделу үшін уақыт қажет. Кем дегенде 2-4 апта тұрақты әдет керек.
Төртінші қателік – дәрілерді өз бетімен тоқтату. Егер сізге қан қысымына немесе басқа жағдайларға байланысты препараттар тағайындалса, оларды өзіңізше тоқтатуға болмайды. Бұл сусындар тек қосымша қолдау ретінде қарастырылуы керек. Бесінші қателік – қант қосу. Кей адамдар қызылша шырынының дәмін жұмсарту үшін қант қосады, бірақ бұл пайдалы әсерді әлсіретеді. Егер дәмі ауыр болса, оны аздап сумен сұйылтуға болады. Енді мен сізге қарапайым 7 күндік жоспар ұсынамын. Бірінші күн, таңертең аш қарынға 200 мл қызылша шырынын ішіңіз. Шырын кем дегенде 3 сағат тұрған болу керек. Сол күні басқа ештеңені өзгертпеңіз. Ағзаңыздың реакциясын бақылаңыз. Кей адамдарда зәрдің түсі қызғылт болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Екінші күн, таңертең сол шырынды ішесіз. Күні бойы шамамен 2 литр су ішіңіз. Кешке қансыз каркаде шайын ішіңіз. Үшінші күн, рационға рукола қосыңыз. Түскі ас алдында рукола салатын аздап зәйтүн майымен жеуге болады. Төртінші күн, кешке табиғи какао ішіңіз. Қансыз. Бұл ағзаға түнде қалпына келу процесіне көмектеседі. Бесінші күн, егер маусым болса, 1 стакан қарбыз шырынын қосыңыз. Егер қарбыз болмаса, қызылша шырынына жарты лимон сығыңыз. Сол күні 2000 қадамға көбірек жүруге тырысыңыз. Алтыншы күн, бүгін барлық элементтерді біріктіріңіз. Таңертең қызылша шырыны, күндіз рукола, кешке каркаде. Көп адам осы кезде аяқтағы жайсыздықтың азайғанын байқайды. Жетінші күн, алтыншы күндегі режимді қайталаңыз. Бірақ ағзаңыздың жағдайына назар аударыңыз. Аяқтың жылылығын, терінің түсін бақылаңыз. Егер өзгерістер байқалса, бұл жақсы белгі. Енді өзіңізге 30 күндік шағын мақсат қойыңыз. Бір айдан кейін өзіңізді әлдеқайда жеңіл сезінуіңіз мүмкін. Мен бір нәрсені айтқым келеді. Адамның еркіндігі көбіне оның қозғалу мүмкіндігімен байланысты. Адам еркін жүргенде өзін сенімді сезінеді. Сондықтан аяқтың жағдайына көңіл бөлу өте маңызды. Қарапайым әдеттер кейде үлкен өзгерістерге әкелуі мүмкін. Таңертең 1 стакан шырын ішу өте қарапайым нәрсе. Ал денсаулыққа қатысты күрделі мәселелерді шешу әлдеқайда қиын және қымбат болуы мүмкін. Таңдау әрқашан өз қолымызда. Егер сіз осы жерге дейін көріп отырсаңыз, демек сіз өзіңізге пайдалы нәрсе іздеп жүрген адамсыз. Ал алда әлі көптеген маңызды тақырыптарды талқылаймыз. Сондықтан байланыста болу маңызды. Егер пайдалы ақпаратты жіберіп алғыңыз келмесе, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Ал енді пікірге бір сөз жазыңыз. Жалғасы. Сонда біз келесі тақырыптарды бірге жалғастырамыз. Енді соңғы және ең маңызды бөлімге келдік. Мен сізге тек сусындардың тізімін ғана емес, оларды қалай дұрыс қолдану керектігін де түсіндіргім келеді. Өйткені көп адам пайдалы нәрсені біледі, бірақ оны дұрыс пайдаланбайды. Сол себепті нәтиже көрмейді. Ал шын мәнінде кейде бар болғаны бірнеше қарапайым әдетті өзгерту жеткілікті. Алдымен бір маңызды нәрсеге назар аударайық. Қан айналымы тек бір сусынға ғана байланысты емес. Бұл бірнеше фактордың қосындысы. Сусындар көмектесуі мүмкін, бірақ олар қозғалыспен және дұрыс әдеттермен бірге болғанда әлдеқайда тиімді жұмыс істейді. Мысалы, таңертең ішілген 1 стакан қызылша шырыны ағзадағы процестерді іске қосуға көмектеседі. Бірақ егер адам күні бойы мүлде қозғалыссыз отырса, қан айналымы баяу күйінде қала береді. Сондықтан өте қарапайым кеңес бар. Күніне кем дегенде 20-30 минут баяу жүріп тұруға тырысыңыз. Бұл ауыр жаттығу емес, жай ғана қалыпты серуен. Мұндай серуен аяқтағы бұлшықеттерді іске қосады. Ал бұлшықеттер қан айналымына көмектесетін табиғи сорғы сияқты жұмыс істейді. Тағы бір маңызды әдет – аяқтарды ұзақ уақыт бір қалыпта ұстамау. Егер сіз ұзақ отырсаңыз, әрбір 40-50 минут сайын тұрып, аздап қозғалып алған дұрыс. Кей адамдарда кешке қарай аяқта ауырлық сезім пайда болады. Бұл кезде қарапайым әдіс көмектесуі мүмкін. Кешке диванға немесе төсекке жатқанда аяқтарыңызды сәл көтеріп қойыңыз. Мысалы, жастыққа тіреп қоюға болады. Бұл қанның жоғары қарай қозғалуына көмектеседі және аяқтағы жайсыздықты азайтуы мүмкін. Енді тағы бір қызық нәрсе туралы айтайын. Көп адам аяқтағы қан айналымы тек аяққа байланысты деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде бәрі ас қорыту жүйесімен де байланысты. Егер ас қорыту баяу болса, ағза пайдалы заттарды толық пайдалана алмайды. Ал бұл қан тамырларының жағдайына да әсер етеді. Сондықтан рационда көкөністер мен талшыққа бай өнімдердің болуы маңызды. Мысалы, көкөніс салаттары, жасыл жапырақтар, рукола,
қияр, сәбіз. Мұндай өнімдер ағзаға жеңіл және пайдалы. Тағы бір қарапайым әдет бар. Кей адамдар кешке өте ауыр тамақ жейді. Бұл кезде ағза түнде демалудың орнына тамақты қорытуға көп күш жұмсайды. Сондықтан кешкі ас жеңіл болған жақсы. Егер кешкі тамақ жеңіл болса, ағза түнде қалпына келу процесіне көбірек көңіл бөледі. Ал енді қысқаша қорытынды жасайық. Бүгін біз бірнеше пайдалы сусын туралы айттық. Су ағзаның негізі. Ол қанның қоюланып кетпеуіне көмектеседі. Жасыл шай антиоксиданттарға бай, бірақ әсері баяу. Каркаде қан тамырларының жағдайын қолдауға көмектесуі мүмкін. Какао құрамындағы табиғи заттардың арқасында тамырларға пайдалы әсер етуі мүмкін. Қарбыз ағзадағы сұйықтық балансын қолдайды. Анар шырыны пайдалы антиоксиданттардың көзі. Ал рейтингтің көшбасшысы қызылша шырыны. Оның құрамындағы табиғи нитраттар ағзада азот оксидінің түзілуіне көмектеседі. Ал бұл қан тамырларының босаңсуына және қан айналымының жақсаруына ықпал етуі мүмкін. Бірақ ең маңызды нәрсе оны дұрыс қолдану. Жаңа сығылған шырынды бірден ішпеңіз. Оны тоңазытқышта бірнеше сағат ұсақтап қойған дұрыс. Содан кейін ғана ішкен тиімді. Егер дәмі ауыр болса, оны алма шырынымен немесе аздап сумен араластыруға болады. Тағы бір маңызды нәрсені есте сақтаңыз. Кез келген пайдалы әдет бір күнде нәтиже бермейді. Ағзаға уақыт керек. Сондықтан бұл тәсілдерді кем дегенде бірнеше апта тұрақты қолдану маңызды. Кей адамдар өзгерісті бірнеше күннен кейін сезе бастайды. Ал кейбіреулерге сәл көбірек уақыт қажет болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Ең бастысы ағза сигналдарын тыңдау. Егер аяқтарыңыз жылы бола бастаса, жүру жеңілдесе, кешкі ауырлық азайса, бұл жақсы белгі. Бұл ағзадағы процестердің дұрыс бағытта өзгеріп жатқанын көрсетуі мүмкін. Мен әрқашан бір нәрсені айтамын. Денсаулық көбіне үлкен құпияларда емес. Ол күнделікті ұсақ әдеттерде. Таңертең бір стакан пайдалы сусын ішу, күн ішінде аздап қозғалу, жеңіл кешкі ас. Осындай қарапайым нәрселер уақыт өте келе үлкен айырмашылық әкелуі мүмкін. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, оны назарда ұстаңыз және өз тәжірибеңізде байқап көріңіз. Ал егер сіз осындай қарапайым, бірақ маңызды кеңестерді жиі естіп тұрғыңыз келсе, каналға жазылып қойған дұрыс. Біз мұнда ағзаға пайдалы болуы мүмкін әдеттер туралы қарапайым тілмен айтып отырамыз. Ал енді пікірге жазыңыз. Сіз қай сусынды бірінші болып байқап көргіңіз келеді? Бұл өте қызық болады. Өйткені әр адамның тәжірибесі әртүрлі. Ал біз бәріміз бірге пайдалы әдеттерді қалыптастыра аламыз. Келесі кездескенше.